Сәлем достар, бұл лайнердің ең соңғы қабаты, 13-ші қабаты, яғни осындай әдемі көріністе лайнердің үстінен шығып, қаланы тамашалап тұрмыз. Сізге лайнердің барлық ішінде не бар екен түсіріп өтейін. Лайнердің ішінде өте көп осындай магазиндер, театрлар, шоу, программалар, тіпті караокелер де бар. Сіздерге қызықты видеоны түсіріп соңына дейін бірге болыңыздар. Сіздерге қызықты видеоны ұсынамын. Кепкалар болып жатыр. Біздің қазақ апаларымыз керемет шекермен жүр. Қазақ екенімізді білдіріп, жүрді. Бұл ресторанда тамақ жареный ақ рыба деген осылай тамақ келді. Тамақ. Biraz дәмін көремін, қандай екен айтамын достар. Дәмі. Жақсы сияқты бұлай. Нан жоқ па не? Керемет дәмі. Тамақтанып алып достар, лайнердегі осындай әдемі ресторандардан би кештерін көріп, әуен тыңдап, керемет демалып қайттым десем де болады. Балалар ойнайтын осындай бөлме бар. Dance Club деген. 24 сағат ашық. Машина осындай, мотоцикл, хоккей ма не бәле осындай. Және осындай Dance Club'ның ішінде балаларды ойнатуға арналған бөлмелер бар. Лайнерде бір қызығы осындай балаларды ойнататын ойын алаңы бар. Машина ойнату болады, мотоцикл, хоккей және Dance Club'ның ішінде неше түрлі ойындар бар. Бірақ қазір жабық тұр. Жалпы балдарыңыздың іші пыспайды. Достар, лайнердің іші осындай әдемі дизайнға сенделген. Өзіңді қанша копиясын көре аласың. Лифтінің 12 этаж. Бұл лайнердегі жастардың түнгі клубы. Контент үшін осында 2 түн болдым. Әр ұлттың адамдары жиналып алып би жарысы ұйымдастырып жатыр. Бұл жерде афро-американдық жігітпен өзіміздің қазақ бауырымыз батылға шықты. Керемет эмоциялы би жарыс болды. Сальто айналып, брек билеп, импровизация жасап, сондай бір өздерінің өнерлерін көрсетіп жатыр. Бидің соңында әрине достық жеңді деп 2 жігіт бір-бірімен құшақтасып, керемет көңіл күймен тарқасты.
Түнгі сағат 2. Барлық жер жабық, тып-тыныш. Тек 12-ші этаждағы ночной клуб ашық. Осындай 11-ші этажда тайский массаж, спа-салон, лечебный массаждар бар. Бұл әрине әйел адамдар үшін основной. Бірақ ер адамдарға да болады. Жасал. Good morning. Мына жағында жаттығу залы. E si encuentra la cubierta 5 y 4 proa del barco para con les huéspedes. Қайырлы таң баршаңызға достар. Дәл қазір мен Аман мемлекеті Маскат қаласындамын. Ауа температурасы өте керемет. Өте ылғалды ауа десем де болады. Теңіздің ауасы. Жанымызға келіп тоқтаған Коста Тоскана лайнері. Бұл круиздік саяхат өте қарқынды дамып жатыр деген білдіреді. Себебі бір портқа, бір уақытта, бір елге екі бірдей лайнер келді. Лайнермен саяхаттаған өте тиімді достар. Себебі мен бұған дейін 10 мемлекетте болғам. Өзімнің жеке баруымен круиздік саяхатсыз. Ал бұл менің круиздағы екінші саяхатым достар. Бұған дейін мен видеолар жазалған жоқпын. Енді осыдан кейін барлық саяхатымды видеоға жазам. Қайда бардым, не істедім, барлығын сіздермен бөлісетін болам достар. Осындай әдемі лайнерда саяхаттағыларыңыз келсе достар, міндетті түрде менің осы жерде көрсетіп кетемін Instagram парақшама жазыңыздар. Мен сіздерге жауап беруге тырысам және саяхаттау, қалай саяхаттау керек екенін үйретем. Осы компания арқылы сіз тіпті саяхаттап жүріп, дәл мен сияқты ақша таба аласыз. Ол деген ол бөлек кайф, оны сезіну керек уақытында. Достар, тек қана армандап отыра бермейік, әрекетімізді жасайық. Алла берекетін береді ғой. Саяхаттайық, бір саяхаттаған кезде адамға бір ерекше бір сезім, эмоцияға толы, бақытты сәттерге толы күндер ашылады. Сол себептен баршаларың саяхаттау бұйырсын. Тек теледидардың немесе телефонның ар жағынан қарап отыра бермей достар, міндетті түрде саяхаттайық. Менің командама қосылғыларыңыз келсе, маған жазыңыздар. Сіздерге 50%, 25%, тіпті тегін саяхаттауды мен сіздерге үйретемін. Егер балдарыңыз болса, балдарыңыз да тегін саяхаттайды. Лайнердің қызметшілері осындай, міне артында тұрғандай. Ер адамдар ішті жуып, таң атпай тазалайды түнімен. Сол себептен қазір енді ішке кіріп, палубадан мен өзіме керекті тамақтарды алып, таңғы асымды ішем бұйырса. Осындай лайнер бұйырса, хабарласыңдар. Бүгін үшінші күн, үшінші мемлекет. Лайнер бізді кеш-кешін күтеді. Аман мемлекеті Маскат қаласы. Бізді MSC опера лайнері жағалауға келді. Бұйырса кеш-кешен қаланы тамашалап, айта лайнерге ораламыз. Дальше жүрет ары қарай. Келесі мемлекет бізде теңіз, ертең бір күн, сосын Абу Дабиге барады. Лайнердің бір керемет жері осы. Жаңа күн, жаңа қала, жаңа мемлекет. Мына жерде экскурсия ұйымдастыратын жігіттер автобуспен қаланы аралайды, көрсетеді. Touring city? To the city? City? You want to go to the city? It's will be here. Sugmatra is over there. If you can see that in blue. Going to? There. This is for tour. But if you want to go outside, take the shuttle bus here. Oh. Take a shuttle. He will take you outside. Free. Okay. Yeah. This one, you. Discovery. This one, this price for adults. Oh. 84 euro for adult. 84 евро екен. What a stop
station. Stop station. How many stop station? 10 stops. Ah. We have extra stop on the beach. 9 to'xtaydigan nesi var ekan. We have extra stops here. Here. Аманда осындай экскурсия ұйымдастыратын жігіттер басында $100 деп тұрған, артынан адам басына $100 деп тұрған, артынан адам басына $11 түсті ғой, саудаласып. Енді мені жібермей жатыр. 7 жерге апарам, 2 сағат күтемін дейді. Бірақ білмеймін енді. Баруға бола ма, болмай ма? Точно. Бірақ бағалары маған ұнап тұрған жоқ. What's your name? Yusuf. Ah, Yusuf Mirza. How old are you? 35. Аман мемлекеті Маскат қаласы таңғы сағат 11. Мына жерде тұрған біздің лайнерлеріміз. Мынау тоже шағын бір лайнер. Мынау да бір үлкен кеме. Оның қасындағылары бір шағын яхтылар, бір миллионерлердің яхтысы болуы мүмкін. Порттан түскеннен кейін бір где-то 300-400 метр жүргеннен кейін Баб Аль-Хара Джойс деген жерде Wi-Fi тегін екен. Wi-Fi-ға кіріп, себебі Аманда роуминг ұстамайды. Аманға баратын қазақ бауырлар болса, достар саяхаттардан бұрын қарап алыңыздар. Именно Аман мемлекетінде роуминг естеп етпейді. Аман мемлекеті Маскат қаласын қазір көшелерін аралап жүрмін. Жаяу, өте шағын қала екен, бірақ әдемі қала. Жағдай жақсы қала екен. Мен негізі бұған дейін Аман мемлекеттер туралы көп оқып едім. Сол кезде олар өте кедей болған, кедей мемлекет болған, және тіпті осы бір 80 жылдар, 90 жылдарға шейін ол жерде, ол мемлекетте, ол қалада ешқашан асфальт болмаған. Ал қазір ол мемлекет мен ойлағандай емес, тіпті әдемі дизайндағы мешіт, керемет көліктер, Ford Expedition, 200-лік Land Cruiser, Yaris, керемет көліктер, мынадай керемет пальма, асфальт жоқ болған мемлекетке ұқсамайды. Асфальт бұл жақын арада салынған негіз бұл мемлекетке. Себебі туристерді тарту үшін аяқ астынан бір осы жердің бір бұл жерде жазылған міне табло. Бұл сөз, яғни reserved parking for the Moscow imam дейді. Яғни мешіт имамының жеке резервтегі көлік тұрағы. Значит, мешіт имамының машинасы. Бұл мешіт. Атын білмеймін енді, жазылып түсінетіндерім болса оқып көріңдер. Мешіттің дәлізінде екі жағында 2 камера. Уже көп иностранцтар көп келетін боласы камера орнатқан шығар енді, себебі мұсылман мемлекетінде ондай камера орнататындай жағдай жоқ шығар. Сауда қайнавады. No. Электро кар зарядтайтын жер. Электрокар. Осындай көшеде құрылғы орнатылған. Амандамын.
Маскат қаласы бұл Араб мемлекеті ішіндегі ең өте жағдай төмен, экономикасы дамымаған сондай мемлекет. Даже бұл 10-15 жыл төңірегінде бұл жерде даже асфальт болмаған, жағдайлар өте төмен болған. Қазір енді туристердің арқасында осындай дәрежеге жетіп тұр. Туристер қыдырып жүр. Артымызда Пальма, яхт, корабль бізді күтіп тұр. Осы туристердің арқасында аман мемлекеттің дәрежесі көтерілген. Амандық бауырлар, ауырма, тамақтанатын жер. Осындай қала. Жалпы қаланың атмосферасы толған тахомбеттер, офислер. Кокос алып жатыр, кокос дайындап беріп жатыр. Кокосты қалай дайындайтын көріңіздер. Дайындайды. Excuse me. Балға солап бет. Жарып, өте қатты болып тұр соған қарағанда. О, good, thank you. Іші мынадай суға толы. Кокос дайындап беріп жатыр. Бұл жігіт, маскатты жігіт. Thank you. Мынадай кокос дәмін көреміз қазір. Қанша тұратынын. Bir кокос $2 деп айтпақшы. Достар, неге саяхаттау үшін ешқандай шектеу керек емес, ешқандай сылтау керек емес. Қараңыздаршы, мына бір турист Еуропадан келген екен. Мүмкіндігі шектеулі жан. Сонымен қоймай әлемді аралап жүр. Бұл менің тек бірінші рет көруім емес. Міне алда да келе жатыр сондай адамдар. Бана да алдына 2 адам шықты, тоже қытайлық азаматтар екен. Коляскамен жүреді. Бірақ әлемнің бірталай мемлекетінде болып тастаған. Өзінің сондай бір адамның миындағы шектеу деп ойлаймын, сылтау деп ойлаймын. Самый главный әрекет ету керек. Дәл осы видеоны көріп отқан сен де әрекет ет, маған жаз, саяхаттауды түсіндірем, қалай саяхаттау керектігін үйретем, лайнермен қалай саяхаттау керек, жеке өз қотыммен қалай саяхаттау керек, бәрін сіздерге үйретуге тырысамын. Осындай автобустармен тегін әкеліп тастайды, қазір әкеліп тастады, алып кетеді, әкеліп тастайды. Лайнерге мінерде, осындай жерде сусын береді. Бұның барлығы тегін. Осылай тексереді лайнерге кірген кезде. Керек заттардың бәрін тексеріп қарайды. Спа дұрысы, спа дұрысы. Лайнердегі спа салонның бағалары. Спа, яғни массаждар. Бүгінгі бағада 25% скидкамен. Массаж 38. Мұнда массажның түрлері бар. 50 минут 111 стандарт пакеттер. Одан қалса body, жақсы көретін жігіттер болса body бар, қыздар болса осындай.
массаждың түрі бар. Примерно 30 минут массаж 59-дан басталады. Фитнес-зал, достар. Қазір кірем, көрсетем. Şimdi не бар екен? Бүгін 11-ші Палуада керемет кеш болып жатыр. Осындай бей. Осындай апартаменттер. Әр елдің адамдары әр түрлі демалып жатыр. Осындай достар. Айтпақшы, балдар ойнататын осындай алаң бар, керемет су бұрқағымен. Мына жақ жанымызда біздің Тоскана тұр. Коста лайнері. Бұл 11-ші этаж. Ашық алаң. Адамдар осылай демалып жатады, ұйықтап. Достар, кешкі сағат 6. Күн батты. Лайнеріміз порттан қозғалды. Келесі аялдама ертең бір күн теңізде жүзіп барып, арғыны Абу-Даби қаласына тоқтайды. Қазір біз Аман мемлекеті Маскат қаласынан қозғалып бара жатырмыз. Дәл қазір лайнер жүріп бара жатыр. Достар, қараңдаршы. Ешқандай діріл жоқ, дым жоқ. Осындай сағат сатады. Сағат сатады ішінде 500 оригинал. Бұл 5-ші этажда. Мына жерде именно Эмисидің именной киімдерін сатады. Эмисидің аты жазылған, Эмисидің барлық брендтегі киімдері, пазлдар, ойыншық, сағат, кітаптар, блокнот, кружка 10 евро, 5000 теңге тұрады. Вроде нормально, да? Сумкасы бар. Үйге қоятын парфюмдары, қоятындары, холодильникке. Осындай. Бейсбол, мынандай игрушкалар бар. Круиздік картаға ақша салатын терминалмен круиздік картамыздың балансын толтырамыз. Толтыру арқылы. Мына жерде көзілдіріктер, очки сатады, алқа,
Осындай очкилер, бір очкиге 20%, екі очкиге 40% жеңілдік деп тұр. Мына жерде міне көрсетіліп төменгі жағында. Imperial, Armani, Prada, Gucci. Braslеттер мынандай 30% үшін жеңілдік, 20%, 30% сағаттар. Hugo Boss сағаттары. Мына жерде де бар екен сағаттар. Tissot, Armani. Осындай лайнердің ішінде жүріп, демалып қана қоймай, сауда жасауға да болады, достар. Келесі жағына кіремін қазір. Жүрде чисто әйел адамдардың сумкасы болу керек, қателеспесем. Сумкалардың бағаларын көрсетемін. Қазір қанша жеңілдік болып жатыр. Бір сумка, екі сумка, үш сумкаге. For women? Yes, ladies. Барлығы әйел адамдар үшін дейді. Примерно бір how many price? The price is down inside. It's different bag, different price. I mean the different style, the bag and different price. Yes. The price is showing here is the original price. Like mark here is the original price and all the discount is gonna be Бұл for this discount. This is the discount. If you purchase any one of them, you can get 10% discount. Any two of them, 20% off. And three of them, you can take 30% off. короче Different. 107 евро дейді. Где-то 10 евро. 10 евро. 10% discount. 10% жеңілдігі бар. For example, Сонда this one, где-то 90 107, you can take 96 евро. Жаман емес. 50 мың теңгеге, 45 мың теңгеге нормально деп ойлаймын. Таза Armani Exchange сумкалары. Керемет. Жақсы баға. for you. Hello. Керемет, жақсы баға деп ойлаймын. Сумка жақсы көретін адамдар болса, мына жерде чисто алтын, күміс сондай сататын жер. Silver. Осындай алқалар, құлаққа тағатын, қолға тағатын. Мына жерде осындай түрлері де бар екен. Достар, казиноға кіріп келдім. Казиноның ішіндегі барлық автоматтар бәрі жасап тұр. Таза Лас-Вегас стиліндегі ойын автоматтары. Покер алаңы, жанында рулетка,